Қайырлы күн, тыңдармандар. Ең бірінші күн суыған кезде, осындай жедел респираторлы ауру кезінде, вирус өршіп кеткен кезде, күн суыған кезде, алғашқы кезде осылай басталады. Сол кезде не істеу керек? Ең алдымен ауруды асқындырмау керек. Көп адамдарда вирустар организмінде тұр, бірақ олар ұйықтап жатыр. Ал осындай вирус организмге кірген кезде олар оянады. Барлық вирустар оянып, өзінің күшінде стройда тұрады. Кәдімгі әскер сияқты ғой. Олардың барлығы оянып, вирустар жаңағы иммунитет екеуі былай бетпе-бет келеді. Сол кезде ең бірінші өз кетеді ғой деп 1-2 күн жүріп алмау керек. 1-2 күн түгіл 1 сағаттың өзі ол кезде өте маңызды. Сондықтан бұл кезде не істеу керек? Асқындырмауға тырысу керек. Ең алдымен витамин С-ны көбірек ішу керек. Мысалға дрожжеде сатылады ғой, майда-майда. Соны уыстап тұрып ішу керек. Өйткені ол витамин С кез келген аурудың бетін қайтарады, иммунитетті көтеруге күш береді. Егер де дәл сол кезде қолыңызда болмаса, аптекадан алуға тырысыңыздар, витаминнің зияны жоқ. Ал егер де ол алып келем дегенше, үйде су бар. Сол суды қайнатып, сақылдатып, соны ыстықтай ауыз күйетіндей етіп ішу керек. Бұл өте жақсы көмектеседі. Неге дейсіздер ғой? Өйткені мысалы көз алдарыңызға елестетіңіз, бір чупа-чупсты далаға қойдыңыз, құмырсқа жиналып қалды, иә? Соның үстіне ыстық суды құйып жіберсек не болады? Қырылып қалады. Сол сияқты мына жердегі